Ассалаумағалейкум. Көпшілік ақша табуды үйретпекші болады. Табысыңды көбейтте, миллионер бол деген сөздерді жиі естіп жүрсіз. Алайда, бізді байқалатын біздің тапқан табысымыз емес, керісінше, оны сақтаған және басқарған ақшамыз. Ол да түсінікті. Ендеше, оны қалай сақтаймыз және қалай басқарамыз? Менің есімім Жеңіс Есенкелдин. 4 жылдан бері халықаралық дәрежедегі бизнес-тренер Сайтмұрат Даулатовтың дербес шәкірті боламын. Сіздің қанша табыс тапқаныңызға қарамастан, кез келген табыстан капитал жинауға болады. Ал капитал дегеніміз белгілі уақыт аралығында жиналатын және кіріс көздеріне салу арқылы көбейетін ақшаны айтамыз. Ол үшін ең бірінші ақшаға құл ретінде қатынас жасау керек. Сол кезде ғана сіз оған жұмыс тапсыра аласыз. Сонымен қатар басқа адамдардың да уақытын сатып аласыз. Егер осыны жасай алсаңыз, сіздің бір тәуліктегі 24 сағатыңызды ақша үшін жұмыс етуге емес, нағыз өмір сүруге арнайтын боласыз. Бұл құпияны әлем халқының 10% ғана біледі, ал қалған 90% әлі де ақша жетіспеушілігін сезінуде. Жақсы жаңалық бар, бәрін де үйренуге болады. Ол үшін бар болғаны шешім қабылдау керек. Болашақта ақша туралы тіпті ойламайтындай ететін жүйені меңгеріп алу керек. Ол дегеніміз қаржылық қорғаныс, қаржылық тәуелсіздік, қаржылық тұрақтылық, қаржылық еркіндік және капитал жинау. Осы уақытқа дейін бұл білімді қазақ тілінде мыңдаған адамдар меңгеріп, олардың 96% оңтайлы нәтижеге көрсетуде. Өйткені бұл білім ең қарапайым және біздің қоғамымыздың менталитетіне сай негізделген. Мен өзім меңгерген және тәжірибеде жасап жүрген нәрселерді ғана айта аламын. Бос сөзге және философияға уақыт жоқ. Тек қана құралдар, схемалар, есептеулер, содан соң нәтиже туралы қуанышты лебіздерді есту. Сондықтан басқалардың да үйреніп жетістікке жеткенін әлбетте қалаймын. Бұл білім басқа білімдерге айырмашылығы әркім үшін міндетті және ауадай қажет. Таңдау өзіңізде, есіңізде болсын. Жетістікке жеткізетін әрекетті кешіктіру, кедейлікке қадам басу деген сөз. Ал көшбасшының кедей болуы мүмкін емес.